Көптік склероз бұл созылмалы, үдемелі неврологиялық ауру. Ол қайталанулар мен ремиссиялармен сипатталады. Қайталану бұл науқаста екі аяқтың ұйуы немесе әлсіздігі, көрудің бұзылуы, жүру кезінде теңселу сияқты белгілер пайда болатын жағдай. Бұл белгілердің көпшілігі әдетте 24 сағаттан ұзаққа созылады, және екінші қайталану болмас бұрын кемінде бірнеше ай үзіліс болуы керек. Тек сонда ғана біз науқаста клиникалық тұрғыдан анықталған көптік склероз бар деп диагноз қоя аламыз. Бірақ науқас алғаш рет келгенде біз тек белгілерге қарап бұл ауруды нақты клиникалық деп диагноз қоя алмаймыз, сондықтан қосымша зерттеулер қажет. Қазір соңғы ми технологияларының, оның ішінде контрастты және 3 Тесла мұралардың пайда болуымен біз кішкентай бляшкаларды да анықтай аламыз. Сондықтан қазір біз клиникалық оқшауланған синдром кезінде, яғни жеке белгі болғанда да көптік склерозды анықтай аламыз. Бұл мыйда әртүрлі әдістер қолданылады. Оның ішінде 1, 2 флайо кескіндері және контрастпен күшейтілген кескіндер де бар. Осыған сүйене отырып, мидағы зақымданулардың ерекшеліктері мен түрлеріне қарай біз көптік склерозды басқа аурулардан ажырата аламыз. Мыйдан бөлек біз сондай-ақ жұлын ми сұйықтығын талдау әдісін қолданамыз. Мұнда әдеттегі талдаудан бөлек біз олигоклоналды жолақтарға сүйенуіміз керек. Егер олар жоғары болса және мыйда өзгерістер байқалса, бұл көптік склероз болуы ықтимал. Сонымен қатар, бізде қосымша зерттеулер бар. Мысалы, көру тітіркендіргіштеріне жауап беру потенциалдары, сезімталдық тітіркендіргіштеріне жауап беру потенциалдары және ми бағанның есту тітіркендіргіштеріне жауап беру потенциалдары. Бұлар қолдаушы критерий ретінде қосылады. Бірақ мұрын мен жұлын ми сұйықтығын талдау негізгі зерттеу құралдары болып табылады. Енді бұдан бөлек, бізге көптік склерозға ұқсас болуы мүмкін басқа жағдайларды жоққа шығару үшін қан талдаулары да қажет.